Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бізде бүгін екінші блок. Бүгін біздің сотрудниктер қалай жұмыс істейді, сіздердің заказдарыңыз бізге қалай түседі, біз оны қалай жинаймыз, сіздерге қалай жібереміз, соның бәрін толығымен айтып беретін боламыз. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл жерде 3 менеджеріміз отырады біздің. Ореке, Ареке, Нөке. Сіздердің заказдарыңыз ең бірінші түсіндіріп өтетін болсақ, негізі баяғыдан істеп келе клиенттер бізге WhatsApp арқылы заказ бере салады, негізі көп. Ал жаңадан қосылып отқан күн сайын бізге оншақты клиент жазу мүмкін. Сол кісілерге біз сайтымызды жібереміз, өзіміздің сайт. Ол сайт арқылы олар бізге заказ береді. Бұл сайт қазір көрсетіп жіберейін. Міне Алғамото, мой склад сайты. Сіздердің осындай заказдарыңыз келіп түседі. Біз оны 1С программасына жазатын боламыз. Міне новый заказ жаңа ғана түсті. Біз оны қазір жазып, сіздерге осындай накладной шығарып беретін боламыз. Бұйырса. Бұл накладнойлар дальше біздің кассир, бухгалтер Ғазиза ханымға барады. Ғазиза ханым бұны қарайды, ақшасын, оплатасын полный алады. Алған соң осындай оплачено деген бізге печать қойып береді. Біз бұл накладнойды алып складқа барамыз. Біз накладнойды аламыз да складқа апарып береміз. Склад пен офистің арасы негізі жақын. Негізі менеджерлер жүгіру керек, мен жүгіріп жүрмін де. Осындай накладной, 2 биттік накладной, 3 биттік накладнойлар бізде өте көп. Мынау ең азы деп біліңіздер осы накладнойды. Біз осындай накладнойды әкіп бөлеміз. Біздің сүйікті запускатымыз, Араб ағамыз, Арекеңе осылай накладной табыстайтын боламыз. Бұл кісі дальше бұл накладнойды өзі күшті бүктей алады да, өйтіпше. Бүктейді да, өйтіп. Тауарларды уже біздің балаларға айтып бастайды ғой. Біздің балалар осы жерге келіп жинайды. Алдыңғы нелерді көрген шығарсыздар өздеріңіз. Жинайды да, упаковать етеді, бүйтіп газелімізге тиіміз. Спринтерімізға тиіміз, дальше базарға, грузоперевозка, фураларға, жан-жаққа таратамыз. Солай біздің жалпы жұмыс процесс күнделікті осылай. Тағы да қызықты нәрселер түсіреміз бұйырса. Бізбен бірге болыңыздар. Бізде жаңағы накладнойды осылай жинап боламыз ғой. Жинап боламыз. Место санын береміз. Мысалы 5 место дейміз де жібереміз бұны. Жаңа спринтермен. Кешкісін бізде отчет істейді біздің балалар, менеджерлер. Біз осылай әкеп накладнойды өткіземіз. Бұл кісілер дальше клиенттерге, жаңағы Қасым Орал дейтін клиентке өздері жазады жекесіне, білген сіздің тауарыңыз кетті, 5 место болды, өстіп жібереміз. Сосын клиенттер дальше больше сөйлеседі ғой. Сіздердің тауарларыңызды таратамыз. Сосын ол қай уақытта жетеді? Мысалы алыс жерлерге 2-3 күнде жетуі мүмкін, жақын жерлерге 1 күнде жетеді. Клиенттер өзі қабылдап алған кезде, олар біздің менеджерлерге жазады, рахмет, Алла разы болсын, біз қабылдап алдық товарда дейді. Кейбір клиенттер да, ал кейбір клиенттер болса, ол кісілерге былайша айтқанда пофиг да. Алдым, алмадым деп айтпайды. Қайсы жоқ. Сол, жалпы жұмыс барысы осындай бізде. Болды, онда жақсы, аманшылықта біз кеттік. Қойбаш.